Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасына 25 жыл. Біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласыңыздар. Шерхан Мұртазаның есімі Таңшолпан мен тікелей байланысты. 1992 жылы теледидар қызметкерлерінің жиында сол кездегі төраға әйгілі қаламгер Шерхан Мұртаза таңғы бағдарлама ашу туралы ұсыныс тастаған. Бұл жауапты міндет журналист Иманбай Жұбайға тапсырылып, тез арада жаңа ұжым құрылды. Атауын Шерхан Мұртазаның өзі Таңшолпан деп қойды. Таңшолпан деген менің повестерім бартын. Таң атып, күн шығып келе жатқан кез. Жаңа тіршілік басталады. Үміт дүниесі де деп еске алады сол жылдарды халық жазушысы. Мұртаза мырза Мұртазаев болып, газет, журналдар мен телерадиоға басшылық жасағалы бері жүздеген жасты тәрбиелеп шығарғаны жайлы естіп келеміз әрине. Шер ағаның шекпенінен шыққандардың дені елге белгілі ақын жазушылар. Сол уақыттың мектебі мен ұстазы қандайды деп қызығасың расымен де. Шекпенінен шықпасақ та мектебіне үлкен үмітті арқалап келгеніміз рас. Қалай айналып келсек те, Таңшолпан бағдарламасы Шер ағаңның есімімен қатар жүреді. Қазақтың заңғар жазушысы, кәсіби журналист Шерхан Мұртаза. Әр таңда көрерменге тың ақпарат ұсынып, танымды материалдар топтамасын әзірлейтін бірден бір хабар Таңшолпан бағдарламасы Шер ағаңның бастамасымен эфирге шықты. Таңшолпан қазақ телевидениесіндегі өміршең жобалардың бірі. Ширек ғасырдың ішінде көптеген жас тілшілер тікелей эфирдің табиғатын түсініп, мол тәжірибе жинаған рас. Шерхан Мұртазаның жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатар саласына сүбелі үлес қосқаны белгілі. Ол 1963 жылы Лениншіл жас газетіне келгенде таралым саны 30 мың дана болған. Қажырлы еңбектің арқасында бірер жылдан кейін басылымға жазушылар саны 150 мыңға жетті. Биыл 85 жасқа келген айтулы тұлғаның мерейтойы қарсаңында Таңшолпан ұжымы шаңырағына ат басын бұрған еді. Бұл жолы Дана Шерханға Таңшолпанның атынан бала Шерхан барып сәлем берді. Осынша құрметті бөлеліп отырған адам менің отырысым бөлекше. Әрине барлығына көп ғұмыр тілеп, жақсылық тілеп, ұзақ жылдар өмір сүріп, жақсылықта жасаңыздар демекшімін. 25 жылдың ішінде Таңшолпан бағдарламасы жас тележурналистерді шыңдайтын нағыз кәсіби ұстаханаға айналды. Таңғы хабардан тәжірибе жинаған журналистер бүгінде еліміздің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында табысты қызмет етіп жүр. Бұл да өз алдына бір жетістік деуге тұрарлық. Көрерменге ұсынары мол бағдарлама күн санап жаңа бастамаларға жол ашып келеді. Қазақ әдебиеті мен телевизиясында есімі алтын әріптермен жазылатын Шерхан Мұртазаның мектебі ол бүгінгі Таңшолпан. Көрші Ресей, Монғолия, Қытай, Қырғыз елдерінде өз көрермендері бар Таңшолпанға биыл 25 жыл. Ой, Данияр, керемет айттыңыз. Тамаша. Біз аптасына 6 рет 3 сағат тікелей эфир арқылы таңғы 7:00-ден бастап талғамы биік көрермендермен қауышамыз. Сіздер үшін қызмет етеміз. Құрметті әріптестер, біздің шығармашылық топ 365 күннің шамамен 288-ін, яғни 864 сағатын Таңшолпан бағдарламасын шығаруға дайындайды екен. Міне, нағыз көрсеткіш деп осыны айтуға болады. Бұның бәрі әрине біздің көрермендеріміз үшін. Әрине ұжымымызбен мақтанамыз. Бағдарлама көрермендерінің бірімен кездесіп, танысу бұйырса, бірінің дауысынан танып біліп жатамыз. Біз үшін әр көрермен ыстық, әр қайсысы жақын. Дәл осы уақытта бізге тұрақты көрермендеріміздің бірі хабарласқан екен. Астана қаласынан Балкен есімді көрерменімізге сәлеметсіз бе, Балкен апай, қалайсыз? Таң нұрлы болсын. Қайырлы таң, қазақ елі және Таңшолпан ұжымы. Таң жарық болсын, Балкен апай. Қазақстанның асқақтаған астанасының еркесіздің жағасындағы елорданың төріндегі халқымызды арайлы таңның алтын шапағымен оятатын сүйікті телеарнамыз Таңшолпанға 25 жыл толып отыр. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Шерхан Мұртаза ағамыз Таңшолпан деп атын қойған бұл арна біздің бір қимас досымыздай, туған бауырымыздай өзіне тартып, күннен күнге хабарлары мәнді де маңызды болып, өзіне тартып келе жатыр. Бұл ұлттық
ұлттың рухани өміріне, тарихына қатысты құнды мәліметтер, сұхбаттар, өзекті мәселелерді көрсетеді. Әсіресе жастарға көрсететін тәрбиелік маңызы өте зор. Жастардың өнердегі, ғылымдағы, білімдегі, спорттағы жетістіктерін бүкіл жұртқа паш етеді. Әсіресе ана тілімізді насихаттауда да рөлі зор. Ирина Тен қызымыздың қазақ тілін өз ана тіліндей сөйлеуі көптеген қазіргі өз тілін менсінбейтін жастарға үлгі болуға тұрарлық деп тамаша сүйсінеміз. Енді Таңшолпанның бағы өрлей берсін. Таңшолпанға ақ жол тілеймін. Болашақта 50-100 жылдығын тойлауға нәсіп етсін. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Таңғы уақытыңызды бөліп, ақ жарма тілектеріңізді білдіріп жатқан өздеріңіз де ақ жаулықты аналарымыз, апаларымыз аман болсын. Ауырмаңызшы, аман жүріңіз әрдайым. Рахмет. Құшақтадық сізді. Көп рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздер де бүгін тікелей эфирге хабарласа аласыздар. Әдеттегідей телефон нөміріміз 55-31-94. Астананың коды 71-72. Біз күтеміз. Таңшолпанның тұрақты көрермендері өте көп. Ал енді біз дәл қазір кезекті арнайы әзірленген бейнеүзікке берсек. Көрермендеріміз туралы. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз, байланыстасыз. Қайырлы таң, жүргізушілер. Таңшолпан эфиріне күн сайын еліміздің әр аймағынан көрермендер жиі хабарласады. Бірі күн сауалына жауап берсе, енді бірі жылы лебіздерін білдіріп жатады. Тиісінше эфир барысына атсалысып, бағдарламаны үзбей көріп отыратын хабардың тұрақты көрермендер қатары күн санап артып келеді. Солардың бірі... Қайырлы таң, қазақ елі. Арайлап отқан таңдарыңыз нұрлы болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеп отқан Қазалыдан Қадырбек. Қадырбек ата. Жасы еге тартса да тұрақты көрерменіміз спортпен жиі айналысады. Қыстың қытымыр аязында бірнеше қашықтықты еңсеріп, түрлі жаттығу жасайды. Кітапты да сергетеді. Әр таң сайын отбасымен теледидар алдына жайғасып, Таңшолпан бағдарламасын тамашалайды. Қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасы. Арайлап атқан таңдарыңыз нұрлы болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеп отқан Қазалыдан Қадырбектің семьясы. Таңшолпанға 25 жыл. Ал бұл кісі Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының тумасы Бекмұрат Қозыбекұлы. Зейнет жасындағы экономист. Мойынқұм ауданының құрметті азаматы. Бағдарламамызға жиі қоңырау шалып, ұтыс ойындарын қалыс қалдырмайтын белсенді көрермен. Балкен Қыстаубайқызы. Таңды Таңшолпанмен бірге атыратын тағы бір тұрақты көрерменіміз. 4 баланың анасы, 12 немеренің әжесі. Ұзақ жылдар бойы білім саласында қызмет еткен. Ұлттық арнаның таңғы бағдарламасын үзбей көретін кейіпкеріміз қолы қалт еткенде ерекше есімдер коллекциясын тізеді. Балкен апайдың қойын дәптерінен қасық, шөпеғұл, нүкте сияқты ерекше адам аттарын кезіктіруге болады. Осы уақытқа дейін 400-ден астам есім жинаған көрінеді. Балалар, Таңшолпанның мерейтойы құтты болсын, 50 жылдығын, 100 жылдығын тойлауға нәсіп етсін. Таңшолпан ұжымалғы жастардан құралады, сондықтан жастарға бата берейін. Бисмиллахиррахманиррахим. Көтерейік білекті, нұрға бөліп жүректі, жастарға бата берейік, ағынан айтып тілекті. Жастарымыз сүйкімді болсын, өнер білімге икемді болсын. Абай, Шоқан, Міржақып, Ахмет, Мұқтар, Мағжандай тасқа бассын, таң бассын. Осы айтқаның бәрі кеп, Құдайым бізді қолдасын, әумин. Жаңақорған ауданының тұрғыны Ерубай Қалдыбек те бағдарламаның әр шығарылымына үн қосып отырады. Жаркенттік Айнагүл Таңшолпанға жиі хабарласып, ой бөлісуге әзір. Мен жалғыз сәлем, таңғы хабар таратып, ақпаратты өңге белге жаратып, қызмет етіп келе жатыр Таңшолпан, дүйім жұртты аузына қаратып. Таңшолпан ғой, өзі делге керегі, неше түрлі ақпаратты береді. Ең сүйікті бағдарлама болған соң, кәриде оны, жаста оны көреді. Ал бұл Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Еркебұлан Болатханов, болашақ тіл маманы. Таңшолпан ұйымдастырған ұлттық спортты ұлықтайық, тәуелсіздікке тарту. Бұл менің қалам байқауларының жеңімпазы. Есімі Тарбағатай ауданы Ақжар ауылының құрмет кітабына енген. Ақындық өнері де бар. Таңмен бірге оятқан ұл елімді, Таңшолпанға тамаша жыр өрілді. 25 жыл мерейін құтты болсын, таңнан таңға жалғайын тілегімді. Таңшолпанмен бірге оянып белсенділік танытып отыратын Тараздан Шолпан, елордалық Динара Жолжанова сынды біздің сүйікті көрермендеріміз осындай ерекше қабілетке ие. Біз тек олардың бірнешеуін ғана көрсеттік.
Хабарымызға атсалысып отырар болсаңыз, келесі жыл бұл қатардан сіздің де орын алуыңыз әбден мүмкін. Бізбен бірге болыңыз. Арасында да 25 жылда, ширек ғасырда біздің көрермендеріміздің қатары жылдан жылға толығып келеді. Алыс жақын шетелдерде де Таңшолпанның тұрақты көрермендері бар. Біз сіздердің барлықтарыңызды жақсы көреміз, сіздермен мақтанамыз. Әрине, бір бейнеүзікке барлығыңызды сыйдыру мүмкін болмады. Ол үшін сіздерден кешірім өтінеміз. Бірақ алдағы хабарларымызда міндетті түрде сіздер туралы ақпаратпен өзге көрермендермен бөлісіп отыратын боламыз. Және біздің көрермендеріміз тұрақты көрермендердің дауысын жақсы таниды деп ойлаймын. Мысалы, дәл қазір сүйікті көрермендеріміздің бірі Сәуле апайымыз хабарласып отыр екен. Қайырлы таң. Сәуле апай, амансыз ба? Қайырлы таң, жандарым. Қалайсыз? Сәуле апай. Аллаға шүкір, жақсымыз. Сіздер қандай қуансаңыздар, біздің де жүрегіміз жарылғалы тұр бүгінгі мерекемен. Шын жүректен құттықтайын деген, мен Алматыда Сәуле апайларыңмын. Тұрақты көрермендеріңнің бірімін, жандарым. Мына қуаныштарыңа ортақпыз. Бұл қуаныш бүкіл Қазақстанның қуанышы, бүкіл елдің қуанышы. Осы 25 жылдарың ары қарай 50 жыл, 100 жылға ары қарай ұласа берсін, мәңгілік болсын, жандарым. Таңшолпан деген ғұмырлы болсын. Ең біздің сүйікті бағдарламамыз Таңшолпан. Мен сіздердің де осы тұрған жерлеріңізге барып, көргемін, Қазмеді орталығында болғамын. Қаншама сыйлықтарыңызды қолдарыңыздан алғамын. Жансерік Иринаның қолынан алғамын, жаным. Жансерік пен Баянды кешегі марафатымен құттықтайын деген айналайын. Апайымыз барлығынан құлағдар. Марафатқа тұрарлықсыздар сіздер. Иринаны да Даниятта құттықтаса да болады. Неді? Ирина қызым елге сүйікті, бәріміз жақсы көреміз Иринаны да. Жандарым әрдайымда биіктен көріне беріңдер, мәртебелерің биік болсын. Мынау еткен еңбектерің жемісті болсын, отбасыларыңыз берекелі болсын. Көп рахмет, көп рахмет. Әрдайымда осындай жүздерің жарқырап, жайнап, халықты қуантады. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Отбасыңызға амандық тілейміз, ауырмаңыз ешқашан. Арнайы уақытыңыз бөліп хабарласқаныңызға көп рахмет. Расымен де тікелей эфирде уақытымыз шектеулі, қымбат телекөрермендер. Хабарласқан кезде мүмкіндік болса, қысқа нұсқа айтсаңыздар деген тілек білдіремін. Және қымбат телекөрермендер, біз Таңшолпан бағдарламасының тарихында біздің де есіміміз ел тарихында, мүмкін бір қаланың тарихында қалса деген ниетпен біз бүгін ерекше Таңшолпан бағдарламасының, яғни ерекше логотипін Алматы қаласының бір бұрышына орналастыруды жөн санадық. Дәл қазір біздің әріптесіміз Айнұр Мәулен бізбен тікелей байланыста. Дайындығы қалай болып жатыр екен, сөз кезегін берейік. Айнұр, сіз Айнұр барсыз ба? Қайырлы таң, Айнұр. Керемет сурет салады. Дайындалып жатыр қазіргі уақытта. Айнұр. Мереке құтты болсын. Рахмет әріптестер, қайырлы таң, қадірлі көрермен. Бүгін Таңшолпан ұжым үшін ерекше күн. Бағдарламамыздың алғаш эфирге шыққан күні. Осынау мереке қарсаңында бағдарламамыздың 25 жылдық мерейтойына орай біз ару қаламыз Алматы шаһарында, Есентай өзенінің бойында, мына граффити қабырғасында өз қолтаңбамызды қалдырғымыз келеді. Осы мақсатта жүзеге асыру үшін бізге еліміздегі граффити өнерінің өркендеуіне үлес қосып жүрген қос азамат Ержан Танай мен Әли Зәкір мырзалар көмектеседі. Сәлеметсіздер ме жігіттер, қайырлы таң. Сіздерге бағдарламамыздың атынан зор алғыс айтқым келеді. Таң сәріден осындай күннің суығына қарамастан келіп, өз өнерлеріңізді паш етіп жатсыздар. Сонымен бүгін көрерменге не ұсынамыз? Енді біз 25 жылдық қарсаңында осы суретте сол нәрсе көрініс тапқанын қалап тұрмыз. Біз енді осы біраз ізденіп, Таңшолпан бағдарламасының логотипін тауып, осыны салуға лайық деп ойладық. Ортасында күні бар, осындай суық күндері жылытатын. Рахмет сіздерге. Ал Әли мырза, өзіңіз Таңшолпан бағдарламасын көресіз бе? Иә, негізі үйде таңертең әке-шешем ең сүйіп көретін бағдарламаның бірі. Үнемі осы бағдарламаны көріп отырады, Таңшолпан. Таңшолпанмен шай тәтті дегенде. Рахмет сіздерге. Мынау логотипті салу идеясы екеуіңіздің ортақ ойларыңыз ғой, иә? Иә. Ол бірінші ізденер алдында, ізденіп отқанда сол интернеттен қарадық. Сосын ойымызға сол негізі логотип түскені дұрыс деп ойладық. Сосын 25 жылдыққа арнайы жазуларымыз бар.
тағы сол. Жақсы, рахмет сіздерге. Ендеше іске сәт. Бастаймыз ба, жігіттер? Бастаймыз. Жақсы. Ал қымбатты көрермен, біз аздаған уақыттан соң эфирге қайта қосылып, осы жұмыстың толық аяқталған нұсқасын көрсететін боламыз. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар. Сөз кезегі студиядағы әріптестерімде. Рахмет Айнұр Қалдыбайқызы. Айнұрмен біз алдағы уақытта тағы да тікелей эфирде жүздесетін боламыз. Әлеуметтік желіге өздеріңіздің хат, хабар, қуанышты лебіздеріңізді жазуға болады. Хабарласыңыздар, Инстаграм әлеуметтік парақшасы сіздерге жұмыс істеп тұр. Ал енді бізде дәл қазір шағын аңдатпа, одан кейін студияда қайта жүздесеміз. Тағы да қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Биыл Таңшолпанға 25 жыл. Ал дәл қазір бүгін біздің студиямызда белгілі жазушы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сұлтан Оразалы ағамыз. Сұлтан аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Айтсын, бірге болсын өздеріңменен. Иә, Сұлтан аға, өзіңіздер қазақ телевизиясының дамуына орасан зор үлесіңізді қостыңыз. Осы қазақ телевизиясы қара шаңырақтан өзіңіз түлеп ұштыңыз. Бүгінгі мереке сіздің де мерекеңіз. Рахмет айналайын. Әрине, ең алдыменен бұл мерекені айтардан бұрын біздің қазақ телевизиясының өзіне енді 3-4 айдан кейін, 4-5 айдан кейін 60 жыл толады. Құдай жеткізсе, онда тойлайтын шығармыз. Сондықтан бұл қазақ даласында мінекей телевизияның сәуле шашқанына осыншама уақыт өтіпті. Бұл деген мына бүгінгі дамыған заманда, әсіресе бүгінгі уақыттың жылдамынан қараған орасан зор уақыт. Ондаған жүздеген адамдар қызмет істеді, олардың бәрінің де еңбектері бүгінгі күнге жеткен мінекей мына ғажайып сарайда жұмыс істеп жатсыңдар сендер. Сонда біздің сол қазақ телевизиясының дамуының белгісі осы тұрған мінекей үлкен ғимарат. Осының ішіндегі мына техника, осының ішінде отырған өздеріңдей өрімдей жастар. Біз бастаған кезде сендер әрине туғанда жоқсыңдар. Ал енді 25 жылдық деген осы Қазақстанның бауырынан шыққан бағдарлама ғой. Таңғы бағдарламаны жасау туралы осыдан 25 жыл бұрын мысалы Шерхан ағамыз бастаған болу керек. Сол кезде төраға болатын. Мінекей осы кездерде бұл бағдарлама өмірге келді. Одан бұрын да айтылып жүретін. Одан да таңғы бағдарлама керек екен айтылып жүретін. Бірақ мүмкіндіктер болған жоқ. Техникалық мүмкіндікте, одан кейін жалпы оның енді қаражат жағы да болмай жатты. Сондықтан осы таңғы бағдарламаға ерлік жасап, осында ширек ғасыр бұрын бастап жіберді. Бұл енді жұрттың бәрінің көретін бағдарламасы. Жұмысқа кетіп бара жатып, соның алдында шайын ішіп отырып, таңертең тұрған жұрттың барлығы телевизорды бірінші соны қосады ғой. Өмірдің өзі солай болып кетті ғой. Сондықтан сендердің жүздерің, сендердің айтқан сөздерің бүкіл елге, республикаға тезінен таралып жатады. Ал енді сендердің қызметтегі өздерінің мамандықтарыңдағы жетістіктерің, жақсы дүние жасасаңдар, осының бәрі біздің көрермен ретінде көңілімізді көтеріп отырады. Мен әрине енді осы телевизияда өмірім өткен адаммын. Өздеріңдей өрімдей кезімде мен де 22 жасымда келіп қызмет істедім. Сол ең алғаш телевизияның басталған кезі, қазір мен 55 жыл қызмет етіппін мен. Телевизорға әлі күнге дейін сендердің қол үзгенім жоқ, сондықтан өмір деген өте жылдам өтетініне көзім жетті. Мынау телевизия өзі әр ұрпақ телевизияның өзінің қолтаңбасын қалдырады. Мінекей, бір кезде біз бастаған кездерде ол бір ұрпақ, одан кейін талай-талай ұрпақтар еңбек етті. Олардың біреуі жақсы еді, біреуі жаман еді деуге болмайды. Әрқайсысы өз заманында, өз уақытында осы телевизия атты құдіретті күшті, осының ішіндегі өнер атаулының барлығын халқына жеткізуге күштерін салды. Сондықтан 25 жылдарың құтты болсын, аман сау болыңдар, тағы 25 жылдар қосыла берсін. Ол қас пен көздің арасында өте шығатынды мінекей біздің көзіміз жетті. Дұрыс айтасыз, көп рахмет. Неке бүгін арнайы уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бізге тілеген жақсылықтарыңыз өзіңізге 10 есе болып қайтсын деп тілейміз. Бізді бүгін қуанттыңыз расымен де. Енді сіздің бөлісер қаншама естеліктеріңіз бар. Расымен де айтып отырсыз ғой, 55 жыл ол деген кәдімгідей ұзақ уақыт. Иә, расында да Сұлтан аға кеше сіздің сұхбатыңызды оқып отырып, осы ең 1958 жылы ашылды ғой. Енді одан кейін, 1-2 жылдан кейін өзіңіз осы қазақ телевизиясына келдіңіз. Жалпы мынау қазақтың түп тамырынан ажырамайтын айтыс, тамаша, сонымен қатар қымызхана атты бағдарламалардың эфирге шығуына өзіңізде түрткі болдыңыз.
Рахмет, онда еңбектер болды, қымызхананы жасаған басқа жігіттер. Бірақ оған біздің де қатынасымыз болды, өйткені сол кезде көркемдік кеңестің мүшесі ретінде пікір айтуымызға, және осының ең алғашқы хабардың қалай туғанын бәрі көз алдымда, тамашаның да. Ал енді қымызханаменен енді жаңағы айтыс, олардың барлығын өзіміз бастадық. Одан кейін көп жылдар ол жүріп келе жатыр. Өзі телевизия деген болай, бұл жаңалық нәрсе. Қандай бір ғажайып дүние болатын болсын, өз белгілі бір уақытта ғана өзінің рөлін атқарады. Оны содан кейін тірілтемін, қайтадан жасайым деген, ол басқа поколение, ол басқа дүние жасамаса, басқа ұрпақтар. Ол ананы қайталау мүмкін емес. Өнерді қайталаған өнер емес негізінде. Дұрыс айтасыз. Сондықтан әркім өзінің жолын, өздерінің өнердегі қасиетті істерін көрсету керек. Енді ондай шаруалардың бәрі болды, ол айта берсе өтті ұзақ әңгіме. Ондаған бағдарламалар болды, жалғыз мен емес, қазақ телевизиясына еңбек сіңірген азаматтар өте көп болды. Олардың барлығы да қазір әрине өмірде бары бар, өмірден өтіп кеткен адамдар бар. Солардың барлығының қолтаңбалары осы телевизиялық өнерде бар. Бұл дәстүр деген нәрсені жалғастырмай болмайды. Өнерде дәстүр деген болады. Алдындағы өнердің жақсысын алып, кемшілігінен бас тарту керек. Сондықтан әшейін мен бүгін осы менің қолымда тұр екен, мен жасадым екен, маған ештеңе болмады деп жүрген адамдар ол ақылды адамдар емес. Сондықтан сендер де жаңағы кешегі біздің ұрпақтар жасаған, біздің алдымыздағы ұрпақтар жасаған дүниелердің заңды жалғасы, соның ұрпағысыңдар сендер. Соның жалғастырушысыңдар. Сендерден кейін де келеді. Бұл телевизия деген нәрсе әлі дами береді. Ол жаңа өнер ретінде оның бәрі қалыптасты. Қазір өзінің бет бағдары белгілі, өзінің ерекшеліктері белгілі, басқа өнер саласынан бұның айырмашылығы тағы да белгілі. Сондықтан жаңа ұрпақ, олар өзінің қолтаңбасын жаңаша келеді. Ал сендерге бүгін 25 жыл толтырып отырған, бүгінгі күн осы эфирде отырған сендерге тағы да жол болсын деймін, бақытты болыңдар, еңбектерің жана берсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Рахмет, Сұлтан аға, бүгін студияға келіп, Таңшолпанның 25 жылдығымен құттықтап өзіңіздің жүрек жарды лебізіңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сұлтан Оразалы ағамыз бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Таңшолпанның 25 жылдық мерейтойына байланысты тіпті республикамыздан емес, шет мемлекеттерден де біздің үзеңгілес бауырларымыз, әріптестеріміз өздерінің құттықтауларын жеткізіп жатыр екен. Ендеше, соның бір легіне кезекті берсек. Таңшолпан біздің ұлттық брендіміз. Елмен бірге өсіп, сан алуан тақырыпты қамтып, Таңшолпан өз орнын сақтап қалды. Бұл әрине үлкен жетістік. Және де әр жылдар жұмыс істеген режиссерлар, редакторлар, монтажерлар мен операторлар, бағдарлама жүргізушілерінің қажырлы еңбегі. Мерейтойың құтты болсын, Таңшолпан. Мен аяулым Измир қаласында, Түркияда халықаралық журналистика факультетінде білім алып жатыр. Ширек ғасырдан бері қазақ елін шыққан күнмен бірге оянып келе жатқан Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Біз Түркияда жырақта білім алып жатсақ та, әрқашан Таңшолпан бағдарламасын ғаламтор сайттары арқылы бақылап отырамыз. Ұжымдарыңызға творчестволық табыс тілеймін және сәттілікті де тілеймін әрине. Ұжымдарыңыз істеріңіздің жемісін көрсін. Арайлап атқан күнмен бірге ойнатын Таңшолпан бағдарламасын Польшадағы жалпы қазақстандық студенттердің атынан 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Варшавадан жалынды сәлем. Құрметті әріптестер, Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Осы 25 жыл ішінде Таңшолпан көпшіліктің көңілін өзіне баурап алып, телевизияның көкжиегінен ойып тұрып орын алған бағдарлама, болашақта осы алатын асулары көбейе берсін. Әр қазақ отбасы аралап атқан әр таңын Таңшолпанмен бірге күліп қарсы ала берсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Беймурзаев Нұрлыхан. Қазіргі таңда Туркияда, Анталия қаласында Агдениз университетінің бірінші курс докторантымын. Қазақстан ұлттық арнасындағы Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойлық туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Таңшолпан бағдарламасына, Таңшолпан ұжымына шығармашылық табыстар, толағай жетістіктер тілеймін. Таңшолпан бағдарламасы өзінің көрермендерін ары қарайды, сапалы жаңа бағдарламалармен қуанта беруіне тілектеспін. Қытайдың Сучжоу қаласынан жалынды сәлем! Құрметті Таңшолпан бағдарламасының ұжымы мен тұрақты көрермендері. Биыл сүйікті телебағдарламамыздың эфирге шығуына 25 жыл толуына орай барлықтарыңызды осы атаулы күнмен шын жүректен құттықтап, ек белестерден көріне берулеріңізге тілектеспіз. Ардамызға жаңадан ғана қосылып жатқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Егер таңғы астарыңызды ішіп отырған болсаңыздар,
астарыңыз сіңімді болсын дейміз. Біз ерекше мерекелі салтанатты эфирімізді жалғастырамыз. Енді құттықтауларды ары қарай жалғастырсақ, құттықтаулар легін. Жаңа сіздерге айтып өткенде құттықтаулар легі таусылар емес, өте көп. Үлгергенімізше оқып берейік. Құрметті Таңшолпан бағдарламасының ұжымы Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық миссиясының атынан сіздерді тәуелсіздік күні мерекесімен іспеттес 25 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтап, жылы лебізімізді жолдауға рұқсат етіңіздер. Қазақстандағы ақш дипломатиялық миссиясы екі елдің арасындағы мәдениет, білім және инновация бағыттарындағы серіктестікті нығайтуда мақсатында көптеген іс-шараларды ұйымдастырады. Білім, технология, мәдениет салаларында көптеген америкалық сарапшылар, музыканттар, әншілер бірнеше мәрте әдемі студияларыңызда гүлдей жайнаған ұжымдарыңызбен сұхбаттасып өздерінің өнерін көрсетті. Тапқыр да шығармашыл ұжымның еңбегі жемісті болсын деп, ізгі ниетпен ақштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Джордж Кролл тілек білдірген екен. Рахмет, Джордж мырза, және де орамал том болмайды, жол болады деп, мынандай кішкене ғана сыйлығын жіберген екен. Назерге, көмектесің. Бізге жолдаған сыйлықтар бар екен, сіздерге де көрсетейік, Шардақты ағайын. Мынадай өте әдемі бас киімдер. Қысқа жаурамайық. Жараса ма? Жараса. Ақш елшілігіне алғыс білдіреміз. Бұл да бір жанашырлықтың бір түрі болса керек. Көп рахмет дейміз. Қыстың күшіне енген кезінде бұдан пайдалы нәрсе жоқ негізінде. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біз жалғастырайық. Құттықтаулар легін ендеше Астана қаласындағы Мысыр Араб Республикасының елшілігі Қазақстан телеарнасындағы Таңшолпан бағдарламасын 25 жылдық мерейтоймен құттықтайды. Елшілік экспо кезінде жоғары мәртебелі елші Хайсам Салах Камел Ибрахим мырза және Рождестволық қайырымдылық базарының қарсаңында оның жұбайымен бірге Астанаға келді. Сіздің бағдарламаңызға арналған символикалық комплимент ретінде Мысыр патшайымының алдында алғашқы ойын сауық шоуын көрсетіп, оған соңғы жаңалықтарды хабарлау барысы бейнеленген папирусты сыйлауды өзімізге мәртебе санаймыз депті. Мінекей, папирусымызды көрсетейік өздеріңізге. Көрерменмен бөлісейік. Қандай керемет. Бұл енді символикалық сый деп жатырсыздар ғой. Таңшолпанның мұражайынан сыйлы, мәртебелі орынға ие болады. Ары қарай жалғастырайық. Бізге құрметті Таңшолпан бағдарламасының ұжымы мен осы мүмкіндікті пайдалана отырып сіздерге және барша Қазақстан телеарнасының қызметкерлеріне өзімнің ізгі тілектерімді жолдай отырып, Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойымен құттықтағым келеді депті. Таиланд корольдігінің елшілігі Сери Мутаттар мырзадан келген екен, осында құттықтау хат. Және мынадай әдемі гүл шоғында біздің бағдарламаға арнайы жолдапты. Көп рахмет дейміз. Рахмет. Енді менің өлші жалын андағы бас киімнен кейін келесі Таиланд елшілігінен бір әдемі киім болса деп қоямын, саған жарасып кетеді. Әріптестер, бас киім сіздерге де бар мына сөмкемізде? Жететіна ішінде, бәрімізге жетеді. Қымбатты телекөрермендер, міне Таңшолпан бағдарламасына 25 жыл. Бізге құттықтаулар легі өте көп келіп жатыр. Біз шын жүректен баршасына алғыс білдіреміз және бізге хабарласқан көрермен бар. Байланысқа қосайық. Қайырлы таң. Таң жарық болсын. Қайырлы таң, қазақ елі, қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасы. Мынау мерейлі 25 жылдықтарыңыз құтты болсын. Рахмет. Сіздердің алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз, шығаршыңдарыңыз көп болсын. Сіздерге бір өлең жолын оқып берсем, қысқа нұсқа. Жақсы. Таңшолпан таң шуағын танытқандай, тамашалап келеді халық қалмай. Шолпан жұлдыз шығады таң атарда, сол жұлдыздай алдағың жарық болғай. Осылайша көңілдің жыры гүлдеп, мақтанамын қазақтың бірімін деп, қазағымды оятқан Таңшолпанға көрермен боп өтті. Бәрекелді. Шама, егер қателеспесек, Еркебұлан Шығыс Қазақстан облысынан хабарласқан. Еркебұлан, рахмет ізгі тілегіңізге, әдемі өлеңдеріңізге, жыр жолдарыңызға. Данияр, байқадың ба, бүгін біздің қыздар гүл дейі болып отыр. Осы кезде, ай, гүлсің ай деп ән айтқым келеді қыздарға қарап. Ендеше, әріптестер, сондай мүмкіндік бар. Жалпы бізді көріп отырған, тамашалап отырған 25 жыл бойына бізбен бірге келе жатқан көрермендерге, оның ішінде сып-сұлу аруларға арнап, гүлдерге арнап, әдемі ән тарту етсек, қалай қарайсыздар? Сонымен қымбатты телекөрермендер, тек сіздерге арналады. Кенжебек Жанабілов және Жаңабай Өтегеновтың орындауында тамаша ән қашан басылады екен күтіп отырмыз, әлі күтіп отырмыз. Міне, сонымен кеттік.
қайда жүрсің ай, ай гүлсің ай, ай нұрсың ай, жолықпай ерте қайда жүрсің ай. Құтты болсын 25 жылдық. Қымбатты телегөрмендер, алыстап кетпеңіздер, шағын ғана аңдатпадан кейін қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі әлі алда.